А қосылған В тең 3-тен 5-ке тең деп берілсе, онда біздегі 2А азайтылған 3В-ның В-ға қатынасындағы өрнегі неге тең деген сұрақ беріп тұр. Енді бізде ешқандай ұқсастар жоқ, сондықтан біз өзіміз келтіріп аламыз. В-дан А, В-ның орнына 1 деп берсем, сонда 5-тің 3-ке қатынасындай болады. Ал енді есептейтін болсақ, қарапайым теңдеу шықты. В-дан А дегеніміз 3-тен 5 азайтылған болып өтеді, минус 1-іміз 1, ең кіші ортақ еселігі 3-ке тең. Енді В-дан А тең бөлімі 3, алымы 5-тен 3-ті азайтсақ 2. Яғни В-дан А деген 3-тен 2-ге тең болды. Енді орнына апарып қоюымызға болады. Апарып қойып көрейік. 2А азайтылған 3В бөлімі В. Ал енді осы жерде түрлендіріп алайық. 2А-ның В-ға қатынасындай азайтылған 3 деп. Жаңа біз 3-ті қалдырған кезде, мынау сияқты 3-ті қалдырған кезде де ортақ еселігі В-дан бергенбіз ғой. Сондықтан мынаны ашып көрсетейін. 2А бөлімі В болсын. Азайтылған 3 дейтін болсақ, ең кіші ортақ еселігі В-ға тең. В-ны жазып қоямыз, алымы 2А азайтылған 3В. Міне, осы түрлендіріміз осы. Ал енді орындарына апарып есептейтін болсақ, 2-ні жазып қоямыз. Ал В-дан А дегеніміз неге тең болды? 3-тен 2-ге тең болды. Азайтылған 3 тең 3. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. Мұнда азайтылған 3 бар. Азайтылған 3 бар. Бөліміне 1 деп береміз. Ең кіші ортақ еселігі 3-ке тең. 3-ке тең болса, бөлімін 3 деп жазып қоямыз. 4-тен 9 азайтқанға тең. 4-тен кіші саннан үлкен санда азайтсақ, минус таңбамен шығады. 3-тен минус 5 деген. Егер осылай бұрыс бөлшек түрінде берсе, біз осылай қалдырамыз. Егер бізге аралас сан түрінде берсе, минус 1,3-тен 2 деп аламыз. Міне, осылай шығарамыз.